Сәлем достар, біз бүгін осындай дәмді әрі керемет балық басатын боламыз. Ең алдымен осылай пиязымызды алып, жақсылап тұрып турап алатын боламыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін оны қуыруға жібереміз. Осылай қазанның түбіне кішкене өсімдік майын құйып, үстінен пиязымызды салып жақсылап тұрып қуырып аламыз. Енді пиязымыз қуырылам дегенше, осылай етімізді алып, ұсақтап турап алатын боламыз. Менде бұл жерде қойдың еті, сіздер сиырдың етін қолдансаңыздар болады. Не болмаса, өздеріңіз қалаған ет түрін қолдансаңыздар болады. Міне біз етіміз турап болдық. Енді пиязымыздың үстіне қосып, жақсылап тұрып қуырамыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін осылай үстіне кішкене суды қосып, бұқтырып алатын боламыз. Бұқтыру процесі шамамен 20-25 минут уақытты алады. Біздің етіміз енді жұмсарам дегенше осылай сәбізді алып, ұзыншалап етіп, жіңішкелеп турап алатын боламыз, қыздар. Келесі кезекте бізде чеснокты да өздеріңіз қалауларыңызша етіп, жіңішкерек етіп турап алсаңыздар болады. Енді күрішімізді жуып жақсылап тазартып алайық. Мен бұл жерде 2 кесе күрішті қолдандым. Бұл бізде 6 адамға жетеді. Осылай күрішті салғаннан кейін жақсылап тұрып үстінен суды құйып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Күрішті жуу процесінде біз 2 рет не болмаса 3 рет қайталаймыз, себебі күрішіміздің суы прозрачный болам дегенше жуамыз. Енді етімізге оралайық. Осылай етіміздің суы кішкене тартылып болғаннан кейін үстіне өзіміздің тұзымызды, яғни бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Менде бұл жерде тұз, бұрыш, паприка және де зира болды. Дәмдеуіштеріміз қосып болғаннан кейін осылай чеснокты қосып жақсылап араластырамыз. Кейбір адамдар енді чеснокты бүтін түрінде ең соңында салып жатады, ал маған осылай етті қуыру барысында салған ұнайды. Енді сәбізімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып, кішкене бетін жауып қоямыз. Осылай сәбізіміз жұмсарғаннан кейін үстіне тазартылған күрішімізді салып, бетін жақсылап тұрып тегістеп, кішкене су құятын боламыз. Біз жаңа 2 кесе күріш салғандықтан үстіне 4 кесе су құямыз, бірақ кеселерді қатты толтырмаймыз. Су құйғаннан кейін осылай бетін кішкене тегістеп,
орталарынан бірнеше дырочкалар жасаймыз. Енді қазанымыздың бетін жауып, ең төменгі отта 20-25 минут пісіреміз. Палауымыздың пісуіне 5-10 минут қалған кезде осылай бетін ашып, жақсылап тұрып, араластырамыз, асты мен үстін бір-біріне біріктіреміз. Кейіннен осылай барлығын ортаға қарай үйіп, жақсылап тұрып қойып, бір шамамен 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің өте дәмді палауымыз дайын болып шықты. Дайын болған палауымызды тарелкаға салып, отбасымызға береміз. Бұл бізде өзбек палауы емес, кәдімгі қазақтың палауы. Өзіміздің үйде бұрыннан үйреніп қалған рецептіміз бойынша жасадым. Егер сіздерге рецепт ұнаса, комментарий қалдырып лайк қойып кетіңіздер.